жануарлар, өсімдіктер, гүлдер туралы жазылған кітап. Ал енді оқушылар, біз бүгін сабағымызда мына суретте біз не көріп тұрмыз? Гүлдер, иә, гүлдер. Қалай ойлайсыңдар? Гүлдер мен қызыл кітаптың не байланыстырады? Қалай ойлайсыңдар? Қызыл кітап пен гүлдерді не байланыстырады? Қалай ойлайсыңдар? Марал, айта қойшы. Қызыл кітапқа гүлдер енген. Қызыл кітапқа жойылып бара жатқан гүлдер енген. Жарайсың, отыра ғой. Ал енді балалар, бүгін бізге түсінгеніміздей, жаңа сабағымыздың тақырыбы қызыл кітапқа енген өсімдіктер. Яғни біз бүгін қызыл кітапқа қандай өсімдіктер енген екенін, қандай гүлдер енгені туралы өтеміз. Ал енді оқушылар, бірінші тапсырманы бастайық, орындайық, топтық жұмыс жасаймыз. Топтық жұмыста бізде кітабымызде 133-ші бетінде берілген тапсырма бойынша біз топтық жұмыс жасаймыз. Топтық жұмысты топпен қорғаймыз. Топ болып жұмыс жасаймыз. Ал енді оқушылар, бізде өздерінің алдында кітапта берілгендей, бізде бүгін 3 гүл туралы өтеміз. Лала гүл, итмұрын және кеш қызғалдақ туралы толық мағлұмат білеміз деп ойлаймын. Қазір сендердің қалай жазып, қалай қорғағандарыңа байланысты қазір білеміз. Ал енді оқушылар, топ болып жұмыс жасаймыз. Бірінші топқа кеш қызғалдақ туралы, өзіміздің тобымыз туралы. Екінші топ біз итмұрын туралы мағлұмат, ал келесі топ бізде лала гүл туралы мағлұматтарды жазамыз. Ал жаза қойыңдар. Не білеміз? Не білеміз? Қандай мағлұматтар білеміз? Жаза қойыңдар. Барлығымыз бірге топпен жұмыс жасаймыз. Барлығымыз бірге топпен жұмыс жасаймыз. Бірге жұмыс жасаймыз топпен. Аяқтап қалдық па жұмыстарымызды? Отырамыз. Ал енді әр топтан, еркек оқушыдан дайын отырамыз. Өз гүліміздің қорғау үшін. Солай ма? Өздерің жазған тапсырма бойынша. Ал енді бірінші топтан, итмұрын тобынан Дерек мен Марал Шағыл. Итмұрын туралы қандай мағлұмат білдік біз?
тобынан түрлі дәрімен алады. Ол иммунитетті кетіруге, тұмайды емдеуге пайдалы. Ортағы тиімді. Биіктігі шамамен 2 метрдей. 2 метрдей. Түсінікті ма балалар сендерге? Отыра қоямыз, отырамыз. Ал кешкі сауда тобы келе қойыңдар. Дерия, Камила келе қойыңдар. Сергей келе қойыңдар. Біздің топқа кешкі залда қосылды. Кешкі залда көпшілік қосылды. Биіктігі 5-15 сантиметр. Дәуалы жерде өседі. Жуашығы жұмыртқа тәрізді. Енгізілген. Жарайсыңдар. Оқушылар кешкі залда туралы мәлімет білдік пе біз? Ал енді балалардың тобы келе қойыңдар. Алишан және Мелиса келе қойды. Мелиса келе қойды. Балалардың туралы мағлұмат айта қойыңдар. Біздің топқа балагүл түсті. Балагүл көпшілікті көсілді. Аяқтарында кездесетін жалғыз түрі ғана балагүл. Жапырағының ұзындығы 18 сантиметр. Биіктігі 61 сантиметр. Сабағы Отыра қояйық. Отырамыз. Балалар, енді біз бір-бірімізді бағалайық. Ал оқушылар, қараңыз. Енді біз бүгінгі сабақта не туралы өттік? Қызыл, қарға енген өсімдіктер туралы өттік. Бүгінгі сабақта сендерге не түсінікті болды? Және не қиындық туғызды? Нені білдіңдер? Нені білгілерің келеді? Біз бүгінгі сабақта не туралы өттік? Раида. Мен кешкі залдаға 4 бал қоямын. Себебі жақсы айтады. Отыра қой. Келесі. Мен кешкі залда тобынан 4 бал қойдым. Себебі жақсы түсіндірді. Келесі. Мен Тимурның тобына 4 бал қойдым. Себебі жақсы айтады. Ал енді оқушылар, біз сабақты қорытындайтын болсақ, біз бүгін сабақта не туралы өттік? Кім айтады? Камбар айта қойшы, бүгін сабақта біз не туралы өттік? Қызыл кітапқа енген Гүлдер туралы айттық, иә? Ал енді сендерге оқушылар қандай тапсырма қиын болды? Қандай жерден сендер бүгін сабақта не білдіңдер? Сендер үшін не жаңалық болды? Дерия, айта қойшы, сен үшін бүгін не, қандай сабақ? Қай тұсы ұнады сабақтың? Сен бүгін не туралы білдің, Дерия? Тұра ғой, Дерия. Ал София, айта